Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Жақсы хабар, қазақ елі. Зейнетақы мен жәрдемақы көбейді. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайктағы подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Зейнетақы төлемдерінің ең төменгі мөлшері 68,2 мың теңгеден 77,4 мың теңгеге дейін өсті. 2,2 миллион зейнеткердің барлығының зейнетақысы көтерілді. Мүгедектік және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін жәрдемақының мөлшері артты. Сондай-ақ әйелдерге бала тууға байланысты төленетін мемлекеттік қолдаудың мөлшері өсті. Республикалық бюджеттен жұмыс істемейтін ата-аналарға бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалады. Оның мөлшері биылдан бастап 8,5%-ға өсті. Жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де артты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.